Сейсенбі күнгі сақтықтың маңызы не? Сейсенбі күні тырнақ, шаш алуға, алыс сапарға шығуға, ағаш кесуге болмайды деген тыйым бар. Себебі ұлық Алла сейсенбі күні қайғы қасіретті, ауру сырқауды жаратқан деседі. Қисса сүл әнбия аңыздарында сейсенбі күні Қабыл әбілді қызғаныштан ұрып өлтіріпті. Ең алғашқы адам қаны сол күні төгіліпті. Намрұд патша Ыбырайым пайғамбарды сол күні отқа жағады. Пайғамбарға қастық ойлайды. Жүніс пайғамбарды кемеден суға лақтырады. Оны Құдайдың әмірімен үлкен балық жұтып, соның қарнында 40 күн жатады. Жақия пайғамбар осы күні зұлымдықпен өлтірілген екен. Ал Закария пайғамбарды дұшпандар арамен кескілеп өлтіреді. Ол жаны шыққанша ара зікірін айтып иманын сатпапты. Ара зікір осыдан қалған деседі. Сүлеймен пайғамбар сейсенбіде жүзігін ұрлатып, сайтанға дес беріпті. Қала берді тағынан айырылып, қайыршық айналыпты. Залымдар осы күні Салық пайғамбардың түйесіне қастық жасайды. Топан су сейсенбі күні басталыпты. Пайғамбарлардың басындағы ауыр жағдайлар сейсенбі күні болғандықтан, мұсылмандар сейсенбі күні барынша сақтанады екен. Қазақ арасында да сейсенбіде сейіл құрма деген мақал осыдан шыққан.